Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қарағанды кеншілер қаласы. Сабақтың мақсаты мәтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды қысқаша түртіп жазып алу, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. Жаңа сөздер: тас көмір, өндіріс, қазба байлық. Бірінші тапсырма, айтылым тапсырмасы. Бұл қай қала? Бұл қала туралы не білесің? 5-6 сабақтар. 3-ші тапсырма. Қарағанды республика бойынша жер көлемі жағынан ең үлкен қалалардың бірі. Қарағанды қаласының тарихы терең. Халық арасында Қарағанды кеншілер қаласы деп аталады. Бұл жерде алғашқы елді мекен 1,5 ғасыр бұрын көмір қазып алуға байланысты пайда болған. Қарағанды атауы қарағаны көп жер дегенді білдіреді. 1833 жылы Аппақ Байжанов осы өңірден жылтыр қара тас тауып алған. Оның тас көмір екені анықталып, кейін сол маңда қала пайда болды. Қарағанды 1936 жылдан бастап облыс орталығына айналды. Қарағанды ірі өнеркәсіп орталығы. Мұнда Қарағанды көмір, көмір инвест, Қарағанды маргарин заводы, Қарағанды нан және тағы басқа көптеген кәсіпорындар бар. Қайнаған қалың байлық Қарағанды, маңына жайып отыр миллион жанды. Байқасаң, қара алтынды кенін көріп, маңызы табысының өте мәнді. Күн сайын 1000 сан тонна көмір беріп, үйілген маяланып кені өніп, асыл кен алтын күміс рудалар көмірдің қызуымен балқи деріп. Қорғасын мыс пенен жес асыл болат, көмірмен қайнағанда май бобаған, машина паровоздың қазандары күшімен қара алтынның пайдаланады. Тыңдалған мәтіннің негізгі идеяларын түртіп жазып ал. Екінші, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты кесте бойынша бөліп жаз. Негізгі ақпарат және қосалқы ақпарат. Үшінші, мәтінде кездесетін кен атауларын жаз. Олармен сөйлем құра. Дескриптор негізгі идеяларды жазады 1 балл. Негізгі және қосымша ақпаратты бөліп жазады 2 балл. Мәтінде кездесетін кен атауларын жазады, сөйлем құрайды 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. 14-ші тапсырма, айтылым тапсырмасы. Суреттерді пайдаланып, Қарағанды қаласындағы ескерткіш туралы 12-14 үн қатымнан тұратын диалог құрыңдар. Дескриптор диалог құрады 2 балл, суретті пайдаланады 1 балл, тіл тазалығы 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.